сіз не істеп жатырсыз? Балам, бүгін біз кеше өмірге келген сенің бауырыңа бесік жасап жатырмыз. Бүгін біздің үйде бесік той. Қазақ бесікті қарағайдан қайыннан жасаған. Қарағайдан қайыннан жасалған бесік жеңіл және ыңғайлы болады. О, қандай бесік күшті. Иә, балам, бұл бесікке кішкентай кезінде сен де жаттың. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Бүгін біздің шаңырақта үлкен қуаныш, ақ түйенің қарны жарылған күн. Отбасымызда сәби дүниеге келді. Сондықтан біз бесік тойын жасағалы отырмыз. Сәбидің әкесі баласына арнап бесік жасап алып келді. Нәрестені бесікке салмас бұрын бәріміз отырып бесіктің жасауын тігіп алайық. Балалар, сендер жай отырмай, үйреніп үлгі алыңдар. Ең бірінші бесікті аластауымыз керек. Бесікті аластауды ауылымыздың беделді, көп балалы анамызға жол берейік. Бұл қазақ халқының ырымдарының біреуі, таза болсын деп, жын шайтандардан аулақ болсын деп аластаушыларды. Алас, алас, баладан алас, есі келді пәледен көш. Алас, алас, баладан алас, тілі жаманның тілінен алас, көзі жаманның көзінен алас. Ал ауылымыздың әжелері, аналары баланы бесікке салмас бұрын тыштыма дәстүрін жасап алайық. Оны да ауылымыздың беделді аналарының біріне жол берейік. Тыштыма. Сәбиімізді бесікке бөлейік. Келінжан, баланы әкеле қой. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Түбегінді, шүмегінді салайын, денен таза болсын деп, бас жастықша салайын, басын жұмсақ болсын деп, бел көрпенді салайын, сымбатты сұлу өссін деп, тартпа бауды тартайын, денен сұлу болсын деп, рабуынды жабайын, жел суық тимей қалсын деп. Ал енді аналар, бесік жырын айтайық. Әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем.